Мысық шөп жесе, алаңдаудың қажеті бар ма? Көп жағдайда мысықтардың шөп жеуі табиғи және денсаулыққа қауіпті емес мінез-құлық болып табылады. Бірақ егер мысық тым жиі құсса, әдеттегіден көбірек шөп жей бастаса, тәбеті төмендесе, энергиясы азайса, онда ветеринарға қарату қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ мысықтардың улы өсімдіктерді жемейтініне көз жеткізу маңызды. Үйде мысыққа қауіп төндіретін гүлдер мен өсімдіктер болмауы керек. Қорытынды. Мысықтардың шөп жеуі олардың табиғи мінез-құлқының бір бөлігі және денсаулығына пайдалы болуы мүмкін. Бұл әрекет асқазан тазартуға, ас қорыту жүйесін жақсартуға, фолий қышқылын алуға және стресс деңгейін төмендетуге көмектеседі. Дегенмен, егер мысықтың шөп жеуі шамадан тыс болса, немесе оған басқа жағымсыз белгілер қосылса, ветеринарға жүгіну қажет. Мысықтардың шөп жеуі олардың қажеттіліктеріне байланысты әртүрлі себептерге негізделуі мүмкін, сондықтан әрбір жағдайда жеке талдау жасау маңызды. Мысықтар неге шөп жейді? Егжей-тегжейлі талдау. Мысықтар жыртқыш жануарлар, олардың негізгі тағамы еттен тұрады. Дегенмен кейде үй мысықтары шөп жеп, тіпті содан кейін құсуы мүмкін. Бұл мінез-құлық көптеген мысық иелерін таңғалдырады, және олар мысықтардың шөпті неліктен жейтінін білгісі келеді. Ғалымдар мен ветеринарлар бұл әрекеттің бірнеше ықтимал себептерін анықтады. Төменде мысықтардың шөп жеуінің негізгі себептерін егжей-тегжейлі қарастырамыз. 1. Ас қорыту жүйесін тазарту. Мысықтардың тілі қатпарлы және қатты құрылымға ие, сондықтан олар өздерін жалап тазартқанда көп мөлшерде жүн жұтады. Бұл жүн асқазанда жиналып, түйіршіктер, түк шарлары түзуі мүмкін. Егер бұл түктер асқазаннан өтпей жатып қалса, олар ас қорыту жолына кедергі келтіруі мүмкін. Шөп жеу арқылы мысықтар асқазанын тазартады. Шөп талшықтарының құрылымы асқазанның рецепторларын тітіркендіріп, құсу рефлексін тудырады. Нәтижесінде мысық түк шарларын немесе басқа да қорытылмайтын заттарды сыртқа шығарады. Бұл олардың денсаулығын сақтауға көмектесетін табиғи механизм. 2. Фолий қышқылының 9 дәруменінің қажеттілігі. Фолий қышқылы қан жасушаларының түзілуі мен оттегі тасымалдауына маңызды дәрумен. Мысықтардың бұл дәруменге деген қажеттілігі жоғары, себебі ол жасушалардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Шөптің құрамында фолий қышқылы бар, сондықтан кейбір мысықтар шөп жеу арқылы осы дәруменнің жетіспеушілігін толтыруға тырысуы мүмкін. Егер мысықта фолий қышқылының тапшылығы болса, ол әлсіздік, шаршау, тәбетінің төмендеуі сияқты белгілерді көрсетуі мүмкін. 3. Ас қорыту жүйесін жақсарту және іш қатудың алдын алу. Мысықтар табиғатынан етқоректі болғанымен, олардың ас қорыту жүйесі толығымен өсімдіктерден бас тартуға бейімделмеген. Кейбір мысықтарда ас қорыту жүйесінің жұмысы баяу болуы мүмкін, ал шөп құрамындағы өсімдік талшықтары ішек қозғалысын ынталандырып, ас қорыту жүйесінің реттелуіне көмектеседі. Егер мысықтың іш қатуы болса, шөп жеп, содан кейін оны құспай, тікелей нәжіспен шығаруы мүмкін. Бұл оның ішек жолдарының тазалануына ықпал етеді. 4. Инстинктивті мінез-құлық және эволюциялық бейімделу. Мысықтардың жабайы ата-бабалары тышқандармен, құстармен және басқа да ұсақ жануарлармен қоректенген. Бұл жануарлардың асқазанында әртүрлі өсімдіктер мен дәндер болған, сондықтан жабайы мысықтар етпен бірге өсімдік қалдықтарында тұтынған. Бұл эволюциялық бейімделу қазіргі үй мысықтарында да сақталған болуы мүмкін. Олар шөп жеген кезде ата-бабаларының табиғи диетасын инстинктивті түрде қайталап жатуы мүмкін. 5. Дәмді қызығушылық және ойын әрекеті. Кейбір мысықтар үшін шөп жеу жай ғана ойын немесе қызығушылық туғызатын іс-әрекет болуы мүмкін. Мысықтар қоршаған ортадағы жаңа дәмдерді зерттегенді жақсы көреді, ал кейбіреулері шөптің ерекше құрылымы мен дәміне қызығуы мүмкін. Кейбір мысықтар белгілі бір шөп түрлерін ғана жейді, ал басқалары кез келген өсімдікті шайнап көргісі келеді. Бұл олардың мінезіне және қоршаған ортаны зерттеу қажеттілігіне байланысты болуы мүмкін. 6. Стресс, зерігу және психологиялық факторлар. Мысықтардың мінез-құлқы көбіне олардың эмоционалды жағдайымен байланысты. Егер мысық күйзеліске ұшыраса немесе зерігіп кетсе, ол өзін тыныштандыру үшін шөп шайнауы мүмкін. Мысалы, үйде жалғыз қалатын немесе аз қозғалатын мысықтар зерігуден осындай әдет қалыптастыруы мүмкін. Кейбіреулер шөп шайнауды тіпті обсессивті әрекетке айналдырады.
Егер мысығыңыз тым жиі немесе тым көп шөп жей бастаса, оның өмір салтын өзгерту қажет болуы мүмкін. Оған көбірек ойыншықтар беру, белсенділігін арттыру, немесе стрессті азайту үшін қоршаған ортаны жақсарту керек. 7. Ағзадағы паразиттерден арылу мүмкіндігі. Кейбір ғалымдар мысықтардың шөп жеуі ағзадағы ішек паразиттерінен құтылу үшін қажет болуы мүмкін деп болжайды. Бұл теория бойынша шөптің қатты талшықтары ішек жолдарын тазалап, зиянды микроағзаларды немесе паразит жұмыртқаларын шығарып жіберуі мүмкін. Дегенмен, қазіргі үй мысықтары жиі дегелминтизациядан өтетіндіктен, бұл себеп бұрынғыдай маңызды болмауы мүмкін.